Сәлеметсіңдер ме балалар? Каналыма қош келдің. Бүгінгі өтетін сабағымыз диалог және монолог. 9-шы жаттығу. Өлеңді тиісті дауыс ырғағымен оқы. Бүлдірген тереміз балақай, алақай. Ат жарыс көреміз балақай, алақай. Айға ұшып барамыз балақай, алақай. Кел ағаш жарамыз балақай, әй атай. Авторы Қадыр Мырза Әли. Өлеңдегі кейіпкерлерді анықта. Олардың саны нешеу? 2 немесе бірнеше адамның сөйлесуі диалог деп аталады балалар. Енді мына өлеңдегі балалар, бұнда атасы мен немересінің бір-бірімен сөйлескені жазылған. Көрдіңіздер ме? Бұл диалог деп аталады. Өлеңдегі кейіпкерлерді анықта деген. Бұнда 2 кейіпкер бар. Біреуі атасы және немересі. Енді келесі 10-шы жаттығуды қараймыз. Өлеңді түсініп оқы. Мен қазақтың тілімін, беретін көп білімім, достасатын сендермен жаңа пәннің бірімін, үйретем тіл заңдарын, сөзіме құлақ сал бәрің. Менімен тез іске асар, ойға алған арманың. Оразақын Асқар. Өлең не туралы екен балалар? Ол неліктен тілдің атынан айтылып тұр? Өзің қорытынды жасап көр. Өлеңнің алғашқы шумағын көшіріп жаз дейді. Өлең не туралы екен балалар? Әрине бұл қазақ тілі. Ол неліктен тілдің атынан айтылып тұр дейді. Себебі жансыз нәрсенің атынан жан бітіліп айтылып тұр. Мен қазақтың тілімін деп тұр. Өлеңнің алғашқы шумағын көшіріп жаз деп тұр. Өлеңнің алғашқы шумағы мен қазақтың тілімін деп басталып, жаңа пәннің бірімін дегенге дейін көшіріп жазамыз балалар. Қатесіз әдемі қылып жазамыз. Келесі мына ережені мұқият есте сақтайық балалар. Өзіне немесе тыңдаушыға қаратып айтылған бір ғана адамның сөйлеуі монолог деп аталады. 11-ші жаттығу. Мысалды оқы. Менің қызметім күшті. Адамдар үстімде ас ішеді, жазу жазады дейді үстел. Мен болмасам жаныңа адам жоламас еді дейді орындық. Бұл мысал диалог па әлде монолог па? Әрине бұл диалог екен, балалар. Диалогты есімізге түсіріп жіберейік. 2 адамның бір-бірімен сөйлесуі диалог болып табылады. Бұл жерде орындық пен үстел бір-бірімен сөйлесіп тұр. Сол себепті диалог болып табылады екен балалар. Келесі 12-ші жаттығу. Диалогты толықтырып, көшіріп жаз дейді. Амансыз ба әже? Амансың ба балам? Қалыңыз қалай әже? Жақсымын балам. Парталасыңмен ата мен бала рөлінде амандасу жағдайында құрастырып көріңдер. Сәлеметсіз бе ата? Амансың ба балам? Қал жағдайыңыз жақсы ма? Жақсы балам. Сізді қатты жақсы көремін. Мен де сені қатты жақсы көремін балам. Диалогты осылай жазсаңыздар болады балалар. Балалар, бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Сіздерге сабақ қызықты болды ма? Пікір жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Және лайк басып, достарыңмен бөлісуді ұмытпаңдар.